Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіңдер. Бүгінгі қазақшан қалай балақай байқауына қош келдіңдер. Біздер балалар айтыңдаршы, біздер қай республикада өмір сүріп жатырмыз? Қазақстан. Ал біз қай тілде сөйлейміз? Қазақ тілінде сөйлеп отырмыз, иә? Басқа да қандай тілдер бар? Айша айта қойшы. Қазақ тілі бар, сосын Қытай тілі бар, өзбек тілі бар, сосын орыс тілі бар, иә? Біз қай облыста тұрамыз? Айауым айта қойшы. Маңғыстау, жарайсың. Қай ауылда өмір сүріп жатырмыз? Оранқұл. Тіл туралы кім мақал-мәтел біледі? Айта ғой, айауым. Тіл сүйіктен болса да Сүйіктен өтеді. Жарайсың, керемет. Тағы кім айтады? Айта ғой. Ата өнері балаға мұра. Туралы білесіңдер ме? Мынау біздің ұлттық аспарымыз домбыра. Жарайсыңдар, керемет, домбыра болады. Ал мынаны білесіңдер ме? Кім біледі? Асық. Ұлттық ойындарымызды ойнаймыз асықтармен. Енді қараңдаршы балалар, асықтар бізде нешеу екен? Кім санай алады? Мінекей. Бір асық, екі асық, үш асық. Өте керемет. Ал мына жерде домбыра бізде нешеу? Бір домбыра. Екеу. Сосын үшеу. Мынау төрт домбырамыз бар екен. Ал балалар, енді мына жануарлар қай құрлықта өмір сүреді? Сендер білесіңдер ме? Келіп көрсетіңдерші мына жерге жақындай ғой. Мына суда қандай жануарлар өмір сүреді? Суда. Балықтар, өте дұрыс айтасыз. Қойыңдаршы балықтарды суға. Кім біледі? Қоя ғой, Нұриман. Қоя ғой. Жарайсың, керемет. Қоя ғой, Амир. Абдукарим, балық қайда? Қоя ғой. Қай жерде жүреді балықтар? Жарайсың, керемет, суда. Ал мына құрлықтарда қандай жануарлар жүреді? Айшандар. Түйе, керемет. Бұғы, қоя ғой. Жарайсың, керемет. Енді мына тропикалық таулы, тасты, орманды жерлерде қандай жануарлар жүреді? Қойыңдаршы балалар. Қойыңдар. Қоя ғой. Құршақ қоя ғой. Жолбарыс. Қайда қоямыз? Қоя ғой, айауым. Жарайсың, керемет, жираф жүреді. Сосын жолбарыс, қоя ғой. Амир, қоя ғой. Түлкіні қоя ғой. Жарайсыңдар. Енді мінекей суда тіршілік ететін жәндіктерді санаймыз. Неше балық? Біреу, екеу, үшеу. Неше балық болды? Үш балық болды. Ал енді мына құрлықта неше жануар өмір сүріп жатыр? Айтыңдаршы. Біреу, екеу. Жарайсыңдар. Ал мына орман тауларда неше жануар өмір сүріп жатыр? Бір, екі, үш. Жарайсыңдар. Санап біледі? Санай ғой. Айшандар, санашы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жарайсыңдар, керемет, тамаша балалар. Енді біздер сендерге жұмбақ жасырайын, иә? Бір әріптен бөлінген екі н-ның арасы. Адам үшін ол заттың ғаламда зор бағасы. Ол жұмбақтың жауабын кім біледі? Күнде біздер жейміз. Қандай тамақ жейміз күнде? Кім біледі жауабын? Айта қойшы, Абдукарим. Айта ғой. Нан, иә? Жауабы нан. Жарайсыңдар, керемет. Келесі жұмбақты сендерге жасырайын. Айналасы ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Ол жұмбақтың жауабын кім біледі? Айтыңдаршы. Не мынау? Жұмыртқа. Жарайсыңдар, жауабы жұмыртқа екен, иә? Енді келесі жұмбаққа көшейік. Сулы жерді мекендеп, құрлықта жүр секеңдеп. Шыбын-шіркей аңдиды, жемге қашан жетем деп. Ол не ол? Суда жүр, құрқ-құрқ деп секіреді. Бақа, әрине бақа. Тұрады ылғи сөреде, іші толы өнеге. Айта ғой, Абдукарим. Кітап. Жарайсың. Мінекей кітап, иә? Ертең мектепке барғанда біздер не оқимыз? Кітап оқимыз, иә? Бүгінгі байқауымызда біздер қазақша санап үйрендік, мақал-мәтелдер айттық, жұмбақтар шештік. Өте керемет өтті. Қазақ тілін сендер жақсы білетіндеріңді бүгін көрсеттіңдер. Тамаша балалар.